Баршаға сәлем. Бүгін 130 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы алгебра элементтері. Бұл сабақта алгебра элементтері тақырыбындағы материалды қайталаймыз. Бірінші есеп: жазбаларды зертте. 30 бөлу 5 азайту 4, п тең а көбейту 4, 28 бөлу 4 үлкен 5-тен, x бөлу 5 тең 9, 18 бөлу с. Бұл жерде әртүрлі өрнектер берілген. Енді төмендегілерді теріп жаз деген. Дәптерге осылай орындадық. Теңсіздік бұл жерде 28 бөлу 4 үлкен 5-тен. Санды өрнек бұл 30 бөлу 5 азайту 4. Әріпті өрнек 18 бөлу с. Теңдеу x бөлу 5 тең 9. Формула p тең а көбейту 4. Екінші есеп: өрнектер құр, олардың мәнін тап. А 80-нен 27 мен 3 сандарының бөліндісін азайту. Ә 4 саны мен аның көбейтіндісі. Мұндағы а тең 9. Дәптерге орындап жазып қойдық. 80 азайту 27 бөлу 3. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. 80-нен 9 азайтсақ 71. Әсі 4 көбейту а. Аның орнына 9 қойып жазамыз. 4-ті 9-ға көбейтсек 36-ға тең. Үшінші есеп: санды өрнектерді салыстыр. 57 қосу 38 және 38 қосу 57-ні салыстыруымыз керек. Бұл жерде біз есептемей салыстырамыз, өйткені екеуінде де қосылғыштар бірдей, тек орны ауысып келген. Бізде сондай заң бар: қосылғыштарының орны ауысқанмен қосынды өзгермейді деген. Демек, екеуінің де нәтижесі бірдей болғандықтан бұлар тең болады. Кейінгісі де сондай: 12 көбейту 2 және 2 көбейту 12. Бұл жерде енді көбейткіштер. Көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұлар да тең, екеуі де бірдей. Одан кейінгісі 12 қосу 18 қосу 43 және 12 қосу 18 қосу 43. Бұл жерде қосылғыштарының орны ауысып келген, бірақ олар барлығы бір-бірінен мәні тең болады. Өйткені 12 18 қоссақ 30, оған 43-ті қоссақ 73. Мына жерде де дәл сондай 73-ке тең болады. Ал одан кейінгісінде екеуінде де жақшаның ішіндегі өрнегі бірдей: 14 қосу 76, 14 қосу 76. Бірақ одан азайтуымыз керек. Біреуі 21, біреуінен 25-ті. Бізде қайсысы кіші санды азайтсақ, сол жақ үлкен болады, өйткені көбірек қалады мына жақта. Сондықтан 14 қосу 76 азайту 21 үлкен болады. Төртінші есеп: салыстыр. Бұл есепте бағанағы есепке ұқсайды. А қосу 91 және 91 қосу аны салыстыруымыз керек. Бұл жерде айырмашылығы санның орнына әріп беріліп тұр, әріпті өрнек берілген. Бірақ бәрібір қосылғыштарымыз бірдей. Сондықтан А қосу 91 мен 91 қосу А тең болады. Кейінгісінде де дәл сондай: 37 қосу Б және Б қосу 35. Екеуінде бірдей қосылғыш бар, бірақ екінші қосылғышы әртүрлі. Біреуінде 37, біреуінде 35. Демек, қайсында үлкен сан болса, сол бірақ үлкен болады. Яғни 37 қосу Б үлкен немесе артық. Одан кейінгісі 15 көбейту С, С көбейту 15. Бұл жерде көбейткіштердің орны ауысып келген, бірақ екеуінде де бірдей көбейткіштердің мәні. Сондықтан бұлар тең болады. Одан кейінгісі К азайту 83 және К азайту 86. Демек, екеуінде де К бірдей азайғыш болып тұр, ал бірақ азайтқыштары екі түрлі: біреуінікі 83, біреуінікі 86. Енді бұл жерде қайсысы кіші болса, сол жақ үлкен болады. Өйткені кішірек санды азайтсақ, үлкенірек сан қалады. Сондықтан К азайту 83, К азайту 86-тан үлкен немесе артық. Бесінші есеп: теңдеулерді шеш. X қосу жақшаның ішінде 26 қосу 15 тең 56. Бұны қарапайым теңдеу түріне келтіру үшін жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындаймыз. 26 15 қоссақ 41 болады. X қосу 41 тең 56 түріндегі теңдеуге келтіріп, X табамыз. 56-тан 41-ді азайтып, X-іміз 15-ке тең. Орнына қойып тексереміз. 15 қосу 26 15 қоссақ 41, 41 15 қоссақ 56, 56 56-ға тең. Кейінгісі 5 көбейту А тең 45. Бұл жерде аны табу үшін 45-ті 5-ке бөлеміз, А 9-ға тең болады. Орнына қойып есептеп көреміз. 5-ті 9-ға көбейтсек 45, 45 45-ке тең. Үшіншісі 99 азайту А тең 100 азайту 82. 99 азайту А тең деп 100-ден 82-ні алып жазамыз. 18 болады. Енді бұл жерден аны табу үшін 99-дан 18 азайтамыз. А 81-ге тең. Орнына қойып тексереміз. 99 азайту 81 тең 100 азайту 82. Екеуі де 18-ге тең болады. 18 18-ге тең. Кейінгісі Б бөлу 5 тең 8. Бұл жерде Б-ны табу үшін 8-ді 5-ке көбейтеміз. Б 40-қа тең болады. Орнына қойып есептейміз. 40-ды 5-ке бөлсек 8, 8 8-ге тең. Кейінгісі С азайту жақшаның ішінде 47 азайту 27 тең 59. Жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындап алып жазамыз. С азайту 47-тен 27-ні азайтсақ 20 тең 59.
с-ны табу үшін 59-ға 20-ны қосамыз, с 79-ға тең. Орнына қойып есептейміз. 79-дан азайтамыз, 47 азайту 27-ні, ол 20 болады. 79-дан 20-ны азайтсақ, 59 тең. Кейінгісі 32 бөлу x тең 4. X-ті табу үшін 32-ні 4-ге бөлеміз, x-іміз 8-ге тең. Орнына қойып есептейміз. 32-ні 8-ге бөлсек 4, 4-ке тең болады. Осымен бүгінгі 130 сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.